Bilingizler, yürekning 5 darisi var deydi. Yürek ağırsa, yürekning 5 türlü yemi var deydi. Hem yürek 2 türlü ağırады. Şunымен tan ağırады, жан ağırады. Tanның жүрегі, жүрек ауырып қалса, барып сол кардиологқа көрініп, соған байланысты дәрі қабылдайды. Мына жердегі дәрі оған пайда бермейді. Бұл жүрек жанның жүрегі. Танның жүрегі бар секілді, жанның да жүрегі бар. Сол жанның жүрегі жайында әңгіме кетіп жатыр. Рухыңыздың, жаныңыздың да осындай жүрекке 5 түрлі ем бар дейді. Ауырған адамдарға. Демек, адам 2 түрлі ауырады екен. Не тәні ауырады, немесе жаны ауырады. Жан ауырады. Сол жан ауырған кезде дәрігерге барсаңыз сізді емдей алмайды. Олар көрініп тұрған жерді ғана емдейді. Көрініп тұрған, сол симпаға түскен жерлерді ғана қарайды. Ал жаныңыздағы ол симпаға түспей қалады. Қанша тексерілсеңіз де ол түспейді ол жерге. Ол айта алмайды, анализ қоя алмайды сізге. Бұл жердегі сабақ сол көрінбейтін жандағы жүрек аурудың емі. Нешеу дейді? 5. Біріншісі мужаласатул салихин. Біріншісі жақсы адамдармен бір мәжілісте отыру. Жақсы, өнегелі, пайдалы сөз айтатын, білімді, зиялы қауым дейміз ғой. Сондай пайдалы әңгіме айтатын кісілердің жанында отыру керек екен. Сол кезде жүрегіңіз еңбеле бастайды сіздің. Сол отырған кісілердің арасындағы сіз сөздерді естіп арқылы сіздің жүрегіңізге ем қона бастайды. Сол кезде айтасыз. Тура сол сөз сізге айтатқан секілді түйіліп тұрады. Ол сізді айтатқан жоқ негізінде. Қазақта сөз бар, сөз иесін табады дейді. Сіздің жүрегіңіздегі ауруды сол кезде айтып жатқан сөздердің ішінде сіздің жүрегіңіз сол кезде тыңдап отырады. Мен шынымен сондаймын ғой. Байқау керек екен ғой деген секілді сіз өз-өзіңізді емдей бастайсыз сол жерде. Сол сөздерді есту арқылы. Кімдер бұлар? Салихиндар, жақсы адамдар. Жақсы адамдар бос сөз сөйлемейді, ғайбат сөйлемейді, өтірік сөйлемейді, дүние сөзін отырып алып сөйлемейді. Пайдалы нәрсе туралы айтады. Осы дүние жайында болса да, келесі өмір жайында болса да, отбасы жайында болса да, олар қандай пайдалы сөздер айтқан кезде сіздің жүрегіңіз емделе бастайды. Соның ішінде керекті дәрі-дәрмектерді жүрегіңіз қабылдай бастайды. Ол бірінші жол екен. Екінші жолы қираатул Құран. Құран оқу арқылы. Құран оқу арқылы жүрек емделеді екен. Не істейді екен? Жүрек емделеді. Құран Алланың кәламы, худаллил муттақин деген аят бар, Бақара сүресінде. Қандай кітап бұл дейді? Бұл тақуалыққа, тура жолға бастайтын кітап дейді. Біздің жүрегіміз қисая бастаған кезде Құран бізді қайтадан торлап қояды. Құран оқып болғаннан кейін барып біреумен төбелесім келмейді. Құран оқып болғаннан кейін барып ашуым келіп, не істесем екен деп тұрмайсыз. Құран оқып бола салып, біреу барып күнә жасағысы келіп тұрмайды ешқашан. Құран оқыған адам жүрегі орнығып, кәдімгідей рухы шаттанып, иманы күшейіп, өте сонда бір жақсы сипатқа ие болады. Неге? Себебі ғұламалар айтады, мына Құранды ашқан кезде былай, Құраннан нұр шығып тұрады дейді. Ол қазір ғылыми дәлелденді сол. Жапқан кезде қайтадан жабылады дейді. Құран оқыған адам көзіңіз нұрланады, жүрегіңіз нұрланады дейді. Түсінбей оқи бер. Бір ғұламалар айтады, Құран оқи алмаған адамдардың өзі Құранға жай қарап, әріптеріне қарағанның өзінде де ем алады дейді. Оқи алмайтын адамдардың өзі, мен оқи алмаймын ғой, көш демесін дейді. Құранды дәретпен құбылаға қарап ашыңыз Құранды. Қолыңызға ұстаңыз. Сөйтіп әріптерге қараңыз кішкене. Субханалла. Алланың сөзін қарашы, не деген әдемі деп, одан кейін әрекет етіңіз. Алла қаласа бізде құптаннан кейін дәріс болып жатыр бауырлар. Араб тілінен, осы Құранның әріптері жайынан дәріс болып жатыр. Қатысыңыздар. Әр нәрсенің емі бар. Өткен дәрісте өткен болатынымыз. Надандықтың емі ол білім. Білім алу арқылы Құранға да түсетін боласың, иншалла. Құран оқыған адамның жүрегі емделеді екен. Енді бір нәрсені түсініп алайық, жүрек қалай ауруы мүмкін деген кезде ол адам қатыгез болуы мүмкін. Мейірімсіз,
сараң, тек қана өзін ойлайды, намазға келген құлшылығы әлсіз, көршісімен жақсы тұрмайды, та басқа осылай кете береді. Сол адамның жүрегі не емес? Бізде қазақта сөз бар ғой, мынаның жүрегі таза емес дейді, айтады. Сондай сөз бар. Жүрегі таза емес дейді. Оның жүрегін ешкім ашып көріп жатқан жоқ. Сыртқы бір амалдарынан көрініп қалады. Жүректегі нәрсе сыртқы амал арқылы жүзеге асырылады, көрінеді адамдарға. Сол жүректің емі Құран оқу арқылы, иншалла, ол адам қайтадан өзінің қалпына келеді екен, иншалла. Кәдімгідей адамдық қалыпқа келеді. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде каррама бани адам, адам баласын құрметті жаратқанбыз дейді. Адамның баршасы құрметті. Сол Алланың шариғатына біз ауытқыған кезде біздер бұзыла бастаймыз. Жүрегіміз бұзыла бастайды, ойымыз бұзыла бастайды. Алланың дініне, Алланың кәләміне, Құранға қайтқан кезде қайтадан қалыпты адамға айналасыз. Кәдімгідей парасатты, барлық нәрсені пайымдайтын, мейірімді, шапағатты, сабырлы деген секілді өзіңіздің бойыңыздағы жақсы қасиетке қайтатын болады екенбіз. Жүрек аурудың емінің екіншісі не екен? Қалай? Құран оқу. Үшіншісі, асқазанды, жалпы қарнымызды қатты тойдырмай тамақ жеп жүру. Тамақты көп жемей жүрген адамның жүрегі емделе бастайды екен. Өткен дәрісімізде естеріңізде болса айтқан едік, көп тамақ жеген адамның несі көбейеді дедік? Шахваты көбейеді дедік. Шахваты көбейген адамның несі көбейеді дедік? Күнәсі көбейеді дедік. Күнәсі көбейген адамның жүрегі қараяды дедік. Жүрегі қарайған адам дүниеге ләззаты күшейіп кетеді. Осылай кете беретін. Бәрі бір-біріне қатысты дүние. Демек осы асқазанды да бисмилля деп тамақты жеу керек, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай асқазанды үшке бөліп отыру керек. Бірінші бөлігінде су, жаңағыдай бірінші суды ішіп алу керек, жақсылап. Одан кейін тамақ жеу керек, жақсылап тұрып. Неше мәрте шайнаймыз дедік? 40 мәрте, кейбір ғұламалар 90-ға шейін шығарған. Асықпай шайнаңыз дейді. Аузыңызға салған нан болсын, ет болсын, асықпай жақсылап санап тұрып 40 мәрте шайна дейді. Мына жаққа қарап 20 мәрте шайна, мына жаққа өткізіп тағы 20 шайна. Сөйтіп бисмилля деп жұт енді. Әрбір аузымыздағы тамақты осылай жұтып отырып, ғұламалар айтады, сен қанша тамақ жесең жей бер дейді. Ол диета деген нәрсе емес дейді. Ешқашан сенен бұзылмайды. Бірақ артынша не ішпе дейді, ешнәрсе ішпе. Ішетін сусының бәрін бірінші ішіп ал, жақсылап, суыма не бол, ішіп ал, жақсылап. Кейін тамақты же, одан кейін бол, ешнәрсе ішпеңіз. Ауа қалсын. Үшінші бөлігінде ауа тұру керек. Ал ішетін шайыңызды бір 2 сағаттан кейін, тамақ қорытылғаннан кейін артынан шай ішсеңіздер болады дейді. Осы асқазанымызды, бауырлар, демек әрдайым толтырып жүрместен, полный бакпен жүрмеу керек екен, жарты бакпен жүру керек екен. Сол кезде жеңіл болады екен, жүректің қағысына да сыртқы көрінісі де жақсы, және де рухани да жүрегіңіз не болады? Жақсы пайдалы нәрселерге сіздің жүрегіңіз шабыттанып тұрады. Ал тамаққа тойып алған кезде қанның бәрі сол тамақ қарынға кетеді, сіз маубас боласыз. Ұйықтағың келе береді. Бүткіл қанның бәрі асқазанға кетіп жатып жұмыс істеп жатыр енді. Ана жеген еттің бәрін қорыту оңай емес. Бүткіл күш сол жерде жұмыс істеп жатыр. Мида қанның қысымы азайғаннан кейін сізде маужырап ұйқыңыз келе бастайды. Ұйқың келгеннен кейін көп жақсы амалдар қалып қоямыз. Ғұламалар айтады, кім осы өмірде маубас болып көп ұйықтайтын болса, ақыретте сол адам кедей болады дейді. Пақыр болады екен. Алла сақтасын. Бауырлар, көп ұйықтамайық, қабірде ұйықтаймыз иншалла. Жәннатта демаламыз. Дұрыс, бұл өмірде ұйықтау керек, түнгі уақытта. Күндіз кішкене бір мезгіл болса, демалып алу деген бар, хайрулла деген Расулланың. Бір азаннан кешкесін ұйықтау деген нәрсе жоқ. Түнімен қаңғырып, күнімен ұйықтау деген ондай жоқ нәрсе. Демек, жүректі емдейтін үшінші жол не екен? Аш жүреді екен деп айтып жатыр. Жоқ, аш жүреді деп айтқан жоқ. Тамақты жеңіз бисмилля деп. Бірақ анау айтқандай көп мөлшерде емес. Аз мөлшерде, тамағыңызды өзіңіздің денеңізде әлі қуат алатындай мөлшерде жеу керек. Бірақ анау айтқан соңына дейін
жеп керек емес дейді. Төртінші жолы уақиямул ләйл. Төртінші жүректің емдейтін жолы түнгі намаздарға тұру. Ол намаз не деп аталады? Тахаджуд намазы. Тахаджуд деген жоқ деген күш-жігеріңді жұмсап жихад жасау. Сирияға барып керек емес. Жихад жасасаңыз түнде сізде мужахид болуға болады. Түнде ұйқыңыздан Аллаху акбар деп мужахид болып тұрсаңыз болады. Сөйтіп барып дәрет аласың, дәрет алып намаз оқитын болсаңыз, нағыз мужахидсіз болдыңыз. Және сол арқылы жүрегіңіз емделеді екен. Жүрегіңіз мейірімді болады. Түнде намазда тұрған кезде пенделігіңді сезінесің, Алламен жалғыз қаласың. Мына өмірдегі небір сәттер көз алдыңа өтеді. Есіңе түседі, тәубаңа келесің, көзіңе жас келеді, жүрегің езіледі. Міне осылай жүрегіңіз емделе бастайды. Ем қабылдай бастайсың иншалла. Келесі күндері сіз қайттан қалыпты адамға айналатын боласың иншалла. Төртінші жол не екен бауырлар? Түнгі намазға тұру. Өткен дәрісімізде айтқан болатынбыз, бірақ түнгі намазға тұрдым екен ғой деп тәкаппарланып кетпеу керек. Мен сендер сияқты ұйықтамаймын түнде. Түнде намаз оқимын. Тұрсаңдаршы деп түнде достарына звондап мазалап оларды. Ұйықтай бермей тұрсаңдаршы намазға. Тұрдық қой бәріміз, тұрсаңдаршы деп елдің бәрін мазалап телефон соғып керек емес. Түнгі намаздар барынша жасырып оқыған абзал болады. Ешкімге айтпастан, тығылып көрінбестен оқыған абзал. Мына парыз амалдарды көрсетпіс деген абзал, онсыз да көрініп қоятын амалдар ғой. Ал нафіл намаздар болсын, нафіл садақалар болсын, оразалар болсын, барынша жасырын орындалғанда сауап көп болады. Нафіл ораза ұстадыңыз ба, елге айта бермеңіз. Бауырлар, оразам мен, айып етпеңдер, оразам мен. Ешкім сұрап жатқан жоқ сенен. Ораза едім, айып етпеңдер деп, сөйтіп отыратындар бар. Айтпасаңыз ешкімге. Бауырлар, сол бүгін анау садақа бергенем, жәшіктер мына жерде тұр екен ғой және де. Айтпасаңыз берген садақаңыз. Ондай нафіл амалдарды жасыру керек. Алла көріп тұр ғой. Сол секілді түнде намаз оқығаныңызды айтпаңыз. Ешкім білмей қалсын. Тықырлатып біреудің мазасын алмаңыз. Светті жағып қойып коридорда. Елдер ұйықтай емей светтен. Сен тал-тал намаз оқып тұрсың. Бауырлар, ондай болмайды. Намаз оқу өзімізге ешкімге зиянымыз тиместен, момын мұсылман адам сөзімен де іс әрекетімен екінші мұсылман бауырына зиян бермейді деп пайғамбар. Сол кезде иншалла жүрегіңіз не басталады болады? Емделе бастайды екен. Бесінші жолы ватадару инда собах. Бесінші жүрегіміз ем қабылдайтын бесінші жолы таңертең бар ғой, таңертең. Таң намаздан кейін деп айтайықшы. Сол таңғы уақытта Алладан жалбарынып сұрау керек екен. Алла, мен жүрегім қатты болып баратқан секілдімін. Мен жүрегімді жұмсар. Сенің сүйікті құлдарыңа болғым келеді менде. Мен де сенің пендеңмін, күнәһар пендеңмін. Маған рахмет. Мен байқап жатырмын. Тура жолдан бұзылып жатқан болсам, мені тура жолға салып қойшы Алла. Сен ғой тура жолға салатын, адастыратын да сен. Тура жолға да салатын сен. Өзіңнің жақсы көрген, менің алдымда өтіп кеткен салихалы құлдарының қатарына мен де қосып қойшы деп, таңертең көбірек сұрау керек екен. Таңғы уақытта. Қорылдап ұйықтай бермей таңертең сұрайтын да уақыттар екен. Сол арқылы жүрегіңіз не болады бауырлар? Емделіп, сол кезде айта алады екенсіз. Жүрегім тап-таза менің деп өз-өзіңізге иншалла айта аласыз. Демек, артынан қосылған кісілер бар, түсінбей қалмасын. 5 нәрсеге байланысты өтіп келе жатырмыз. Антаки рахмахулла айтып жатыр, жүректі емдейтін 5 түрлі жол бар деді. Мынау, егер дін саласы болса, дін саласындағы жақсы адамдар имамдар, ұстаздар. Заң керек болса, заңның ішіндегі жақсы адамдар, юристер. Барыңыз жаққа. Тарих керек болса, соның ішіндегі жақсы адамдар, тарихшылар. Әр саланың өз мамандары бар. Жақсы адамды деп жатқанымыз сол. Келіп ал имамнан жаңағыда бір адамның денесіне байланысты дәрігердің сұрағын қоймаңыздар. Ол мәселеде маман емеспіз. Құран кәрімде Алла тағала не дейді? Фасалу ахл зикри ин кунтум ла та'ламун. Әрбір саланың мамандары бар. Сол мамандарынан сұраңдар дейді. Жақсы адамдар деп жатқанымыз сол, Сондай жақсы адамдардың жанында отыру арқылы жүрегіміз не істейді екен, бауырлар? Емделеді екен, өзімізге қатысты көптеген мағлұматтар алу арқылы
біздер түсіне бастаймыз иншалла. Екінші жолы Құран оқу. Құран оқу керек бауырлар, бірақ Алла қаласа сабақ жібермеңіздер. Араб тілінен Алла қаласа болашақта тәпсір оқитын боламыз иншалла. Кәдімгі араб тілінен оқып тұрған сүреңізді мағынасын түсінетін болсаңыз, намазда сіздің ойыңыз бұзылып кету, шалқытып кету ондай болмайды. Мысалға Аллаға шүкір деп айтайын, кешегі тарауих намаздары қарекеңдер артында тұрып намазда тұрдық қой, иә? Тарауих намазында. Сол кезде мағынасын түсініп тұрсаң керемет. Қарекеңдер шауып жатыр, сен мағынасын түсініп тұрсың. Ол кезде дүние ойлап тұрмайсың. Үйіңді ойлап тұрмайсың. Сен ана аяттың мағынасын түсініп жатсың. Ол жерде не туралы айтып жатыр? Не бір қиссалар айтылып жатыр ол жерде? Не бір оқиғалар айтылып жатыр? Не бір біздің алдымызда болған қауымдар ескертпей алғандар, оған қайтпастан Алланың апаты келген жайында көптеген осындай сөздер жүреді. Соның бәрін естіп тұрған кезде жүрегің қуанып тұрады. Субханалла. Тәубаға келіп тұрасың. Жәннат туралы айтылған кезде жүрегіңнен сұрап тұрасың Алладан. Тозақ айтылған кезде Алладан пана тілеп тұрасың сол жерде. Оның бәріне Құранды түсінген кезде. Түсіну үшін бізге не керек екен? Білім керек. Білімнің құралы ол тіл мәселесі. Бауырлар, сабақты жібермеңіздер иншалла. Құран оқиық, бірақ сонымен бірге мағынасын да түсінуге тырысайық. Мағынасын түсініп тұрып намаз оқитын болсаңыз, ол намаз ерекше болады. Не оқып тұрғаныңды түсініп жатсың. Имамдар оқып жатқан сүрені түсінуге тырысыңыздар. Сол кезде иншалла жүрегіміз қуанады және басқа ойлармен шалқыта алмайды. Үшінші жолы тағамға мән беру керек екен. Тағамға мән беру мәселесі кетіп жатыр. Енді тағам екен ғой деп бауырлар түсіну керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар. Адал нәрсе белгілі болды дейді. Адал нәрсе. Арам нәрсе де белгілі болды. Екеуінің ортасында күмән нәрселер бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, сол күмәнді нәрседен сақтануға шақырамын деді. Көрінген нәрсені жей берместен сақтану керек. Не жеп жатсыз? Жеп жатқан тағамға мән беріңіз. Көрінген жерден тамақ жей бермеу керек. Мына дұға қабыл болу үшін де сол тағамымыз адал болу керек. Сол тағамымызда күмәнді нәрселер қосылмаған болу керек деген секілді. Сол тамақтарды адал тамақ жейік бірінші бисмилля деп, одан кейін соның мөлшерін кішкене азайту керек екен. Сол кезде барып жүрегіміз иншалла не болады екен? Жүрегіміз емделе бастайды. Өзіне керекті, қоректі, тақуалықты ала бастайды екен. Сол кірген тағам адал жолмен болу керек, және адал тағам болу керек, және ол көп мөлшерде болмау керек. Осындай мәселелер бар. Одан кейін төртінші жолы түнгі намаздарда тұру деді. Түнгі намаздарды оқу арқылы да жүрегіміз емделеді иншалла. Бесінші жолы таңғы уақытта жалбарынып Алладан сұрау. Елдің тыныштығын сұраңыз, отбасыңызды сұраңыз, ислам дінінің күш-қуатты болуын сұраңыз. Бүткіл жақсы сөздерді сұрау керек. Сол кезде иншалла сіздің жүрегіңізде емделеді. Көптеген қоғамда отқан қылмыстар тоқтайды. Соның бәрін бауырлар сұрауымыз керек. Мұсылманның ең үлкен қаруы ол дұғасы деген. Ең үлкен қару ол дұға. Дұға айтқан мұсылман иншалла ол шынымен елін, жерін сүйетін адам ол. Елге, халыққа дұға айтқан адам ол жақсы адам. Сол дұғаны иншалла бәріміз айтайық. Иншалла қоғамда болсын, өзіміздің бойымыздағы болсын, көптеген кемшіліктер болып жатқан болса, соның бәрі орнына келіп емделетін болады иншалла.